Саламатсыздарбы балалар? Бүгүнкү сабакка көңүл күйүңүз калай? Жакшы. Жакшы. Ондай болса, осы 3-Б сыныбынын бизде бүгүн кимдер бар, кимдер жок экенин топ башчысы Үмүт тани айтып жиберчи. Ким жок бизде? Бүкүлү бар. Бүгүн сабакта баары түгөлмө? Жарайт. Ондай болса, сабакты баштамас бұрын, бәріміз орнымыздан тұрып, әнұранды айтып алайық. Балалар, біздің өткен сабағымыз қалай деп аталатын еді? Табиғат, музыка деген тақырып еді. Ал енді табиғат және музыка дегенде біз не туралы айттық? Айтыңдаршы. Қолды көтеріп айтайық балалар. Айта ғой. Жануарлар туралы айттық. Табиғат жайлы айттым. Және мен айттым сендерге Жанды табиғат. және Жансыз табиғат. Және жандыға да, жансызға да қатысы жоқ нәрселерді айттым. Енді жанды табиғат бізде нелер? Қолды көтеріп айтайық. Ағаш, топырақ, су, жер, тау. жалпы бұндар табиғат. Соның ішіндегі жанды табиғатты ғана айтайықшы. Жанды табиғат. Топырақ, су, жер. Балалар, мына тақтада тұрған суреттердің ішінде қайсысы жанды табиғат, қайсысы жансыз табиғат екенін қазір маған шығып айтыңдаршы. Кім айтады? Айта ғой. Келе. Мына осы суреттің ішіндегі біреуіне тоқталшы кәне. Қайсысы жанды, қайсысы жансыз? Аттары не екен оның? Аспан? Жансыз табиғат екен. Жақсы. Отыра ғой, келе ғой. Келе ғой қызым, кел. Енді мына үйге қарайықшы. Бұл мыналар қайсы? Құстар ма, мынау ма? Ал келесі келе ғой. Жанды табиғаттарды көрдік. Тағы оның қасынан нелер тұр? Жансыз табиғатта тұр. Қайсысын айтқыңыз келіп тұр? Адам өзінің қолынан жасаған жансыз.
адам қолымен жасаған нәрселер жанды табиғатқа да, жансыз табиғатқа да қатысы жоқ екен. Жанды, жансыз табиғаттар табиғатта өздігімен өсіп жатқан және өздігімен табиғатта далада көріп тұрған нәрсеміз ол жансыз табиғат. Соның ішінде келе ғой, мына жерден көрейік. Жаз дейді. Жазда не болып жатыр? Жаз кезде ғой. Ал осы жерде аспан, аспандағы бұлттар жансыз. Дұрыс па екен? Жақсы. Тағы келе ғой. Кел. Енді мына тауға қарайыншы. Неге бұны жанды деп айтамыз? Мүмкін ол өзінен өзі. Кәдімгі сен не қосасың? Оған өйткені ол адамдарға ауа береді. Суалықтарға ауа береді. Шипа, жеміс жидек береді. Өздігімен өсіп жатады, Балалар, осы жанды табиғат пен жансыз табиғат бір-біріне қалай көмектеседі? Ойлаймыз. Келе ғой, сен айта қойшы. Жанды табиғат пен жансыз табиғат бір-біріне қалай көмектеседі екен? Жаңбыр жауады. Күн. Ал, сен айтасың ба? Жаңбыр жауады. және күн Шығады. жауады. Ал, жаңбырдың пайдасы не? Жаңбырдың пайдасы гүлдерді өсіреді. Кемпір қосақ шығады. Кемпір қосақ шығады. Ал күн болса айта ғой. Күн болса не істейді? Күн ағаштар жылу береді. Жақсы. Тағы да қандай табиғаттың өзі? Табиғаттың құбылыстары олар бір-біріне қалай көмектеседі? Айта ғой. Күннің арқасында гүлдер су өседі. Жансыз табиғатқа жататын су арқылы өседі. Ал енді қыста қар жауады, отыра ғой. Қыста қар жауады. Оның пайдасы не? Бір-біріне. Оның пайдасы Қар жанды ма, жансыз ба? Жансыз. Жансыз. Ол жерге сіңіп көктемде жансыз жаңбыр жерге сіңеді де бәйшешек жанды ма, жансыз ба? Жанды. Міне білдік. Енді балалар, біз өткен сабақта кемпір қосақ әнін айтқанбыз. Соны үйреніп алдыңдар үйде, Соны қазір айтайық. Кәніке көңіл күйімізді бір көтеріп алайық. Кемпір қосақ қай уақытта шығатын еді? Сөйтіп жаңбыр жауады, содан кемпір қосақ шығып кетеді. жаңбырдан кейін Күн шығады, содан кейін жаңбыр шығады. Жаңбыр жауып болғаннан кейін күн шыққан кезде кемпір қосақ шығады. Сол кезде кемпір қосақ пайда болады. Кәніке осы кемпір қосақ әнін 10 бетті ашып, сол жерді әнді қайталайық. Жаңбыр күні
мысалға аң, қос, тал, жеміс беріп жатыр. Айналамызда кәдімгі адам бар. Осы жанды табиғатқа не жатады және оларда қандай көріністе болады, сол туралы айтайық. Жарай ма? Кәдімгі жанды табиғаттар қандай? Мысалға өзіңнің жақсы көретін аң бар, жануар бар. Менің жақсы көретін жануарым мысық. Мысық не істейді? Мяу деп не істейді? Иә, сөйлеседі, иә. Ол табиғаттың, жанды табиғаттың көрінісі, иә. Ол сен құшақтап жүрсің бе? Жақсы көресің, иә, оны, иә. Атты жақсы көресің. Ол иә, қымыз береді. Мен итті жақсы көремін, ол итті қорғайды. Олайды сен айтамын. Мысықты жақсы көресің. Ол не істейді? Ол қандай көрініп қарап тұрсаң қандай нәрсе? Ол туады. Туады. Кішкентай мысықтар болады, иә? Жақсы көресің оған сен? Жақсы. Сен қандай нені жақсы көресің және ол табиғатта қандай құбылыс бар? Айта ғой. Жануарлар жақсы көресің. Үй жануарлар жақсы көресің бе? Жарайды. Қандай жануар жақсы көресің? Сиыр жақсы көресің. Жақсы. Сен айта ғой. Күшілі мен жылқыны жақсы көресің. Жақсы. Айта ғой. Болады. Жақсы. Сен айтшы. Жанды табиғаттың құбылыстарын, көріністерін айтшы. Міне, көріп тұрмыз. Даладан жақтан не көріп тұрмыз? Ағаштар. Жақсы. Тағы айта ғой. Мен жақсы көремін. Өйткені ол саған жақсы дос болады. Сен оған қарасаң ол сені қарайды. Тағы ол үйді жақсы қарайды. Жақсы. Айта ғой. Иә, сиыр сүт береді, мысық оны біз берсек, оны ішеді екен. Жақсы айта ғой, сен айта ғой. Керемет, көп қыздар мысықты жақсы көреді екен. Көп балалар аттарды, сиырларды. Жақсы. Аңдар туралы айтайықшы, аңдар. Аңдар туралы айтайық. Жолбарыс, аю. Иә, олар Арыстан, түлкі. қасқыр. Олар туралы не істейміз біз? Қарманысы. Олар жылының шаңға жатады. иә, шашаңдар не істейді? Қандай көргенде не көреді? Арыстан істеген жерінен жібері ойнайды. Иә. Жанды табиғаттың көріністерін бәрін көзіңде елестеттік па? Көзіңде елестеттік. Ондай болса, кәне, балалар, біз 15-ші бетті аша қоямыз. 15-ші бетті аштық. 15-ші бетте қандай ән тұр бізде? Япырай деген ән тұр. Иә? Япырай деген ән тұр. Осы жерде қазақтың халық әні Япырай деген әнді Бекболат Тілеухан ағамыз орындаған екен. Кәдімгі соны тыңдайық. Мына табиғатымызға арналған керемет әнді бірінші тыңдап аламыз, сосын жайлап қосыламыз. Егер қосылып кететін болсаңдар, жайлап қосылайық. Көрдіңіз ма? Кәдімгі. Thank
әсем табиғатымызға керемет әндер арнаған ғой біздің композиторларымыз қауышын жаңағы ішінен керемет әншілер, күйшілер жерімізге, елімізге керемет табиғатымызға әдемі шығармалар арнаған екен. Кәдімгі балалар, осы 15-ші беттегі Япырай деген әнді бірінші тобын бәріміз жайлап отырып қосып көрейікші. Айтып көреміз ба? Айтып көрейік. Кәдімгі 15-ші бетті айтып қоямыз. Ашып көреміз де, ондай болса, кәдімгі бастаймыз. Жайлап, аспай айтарымыз. Дәптерге қараймыз. Мінекей бірінші топты айтып шықтық, ондай болса, бірінші топтың бірінші қатарында не туралы айтты деген кәні оқып жібереміз. Бірінші қатар. Ондаймыз, жаз болса, ағай, сен оқи қой. Бірінші қатарынан не туралы айтқан екен балалар? Жаз болса, жазғы кезде жаз болса, не дейді ақын? Жаз болса жарқыраған көлдің беті дейді. Көгеріп көрінеді япырау алыс шеті дейді. Не туралы айтты бұл жерде екен балалар? Табиғатты сипаттап тұр, композитор. Сөйтіп тұр ма? Табиғатты, әсем табиғатты сипаттап тұр. Ал енді балалар осы әнді жаңа айтып, естігенде қандай сезімде болып? Не істеді ол? Әнде нені сипаттады? Алдыңызда қойып тұрғандай сезімді, ойланып тұрғандай сезімді. Жақсы. Бір нәрсеге ренжіп тұрғандай сезімдіге. Тағы да. Айта қойшы. Баяғы заманның ауыл сезімді. Мен де соны сезімді шында. Әсем ауылды не істеген? Сарқан сияқты, сипаттап жатыр, тағы не сезімді? Кім тағы да айтады? Не сезімді? Тағы не сезімді? Көзің елестеді ме? Киіз үйді. Тағы да? Ауыл елестеді, ауыл сияқты. Ауылға барсаң жазда бір әдемі малдар қаладан келіп жатады. Әркім өзінің тіршілігін жасап жатады. Адам, зат өзі табиғат, әсіресе жанды табиғат өзінің көріністерін жасап жатады. Сиырлар сүт беріп жатады. Иттер ақылдап қалып, ол үйді қорғап жатады. Мысықтар болса, мяу деп ол адамдарға еркелеп жүреді. Осы көріністердің бәрі жанды табиғатта болады. Ал енді осы ән қалай естілген? Мынаның ішінде қайсысы келеді? Баяу. Баяу. Созылыңқы. Баяу.
әдеттегідей осыған қандай ән ұнады? Қандай жері ұнады сабақтың? Не, жалпы не ұнады? Сабақ бізге өзі жалпы ұнады ма?